Ғибрат аудио кітабы. Мақсатына жеткен бақа. Бірнеше бақа жиналып өзара кеңеседі. Біздің кіп-кішкентай балшықты тар көлде тіршілік ететініміз қандай өкінішті. Басқа дұрыстау көлшік тауып, сонда көшсек дұрыс болар еді деп бақылдады бір бақа. Мен сонау көз ұшындағы тау баурайы керемет деп естідім. Ауасы таза, тұнықта мөлдір тоғаны бар екен. Мұндағыдай тынышымызды алатын бұзақы балақайлар да жоқ, депті екіншісі. Одан сендерге не пайда? Еш қашан онда жете алмайсыңдар деп бақылдапты кәрі бақа. Неге жете алмаймыз? Біз бақалар бәрінде жасай аламыз. Солай ма достар? Деп үгіттепті бәрін арманшыл бір бақа. Олай болса қанеки кеттік деп әр жерден бақалар шуылдап, мекендерін ауыстыруға бел буады. Осылайша бақалар жолға шығады. Бірақ кәрі бақа бұлардың іс-әрекеттері бос әурешілік екенін, ешқашан онда жету мүмкін еместігін, одан да өз батпақтарында тыныш қана өмір сүру керектігін айтып, біразын райынан қайтарады. Біраз оны тыңдамай алған беттерінен қайтпайды. Бақалар бірнеше күн жол жүріп, кейбірі қиындыққа шыдамай, бір-біріне қате әрекетке барғандарын айтып, тағы біразы бұл сапардан бас тартады. Өз батпақтарына кері қайтады. Бірте-бірте саны азая түседі. Тек бір ғана бақа кері қайтпайды. Жалғыз өзі ғана тау баурайындағы тап-таза тоғанға жетіп, сонда тұрақтап қалады. Қалай ойлайсыңдар? Бұл бақа неге қайтпады? Басқалардан күшті ме? Бұл бақаның басқалардан еш артықшылығы жоқ еді. Ол жай ғана керең бақа болатын. Оның жұрттың айтқанын естімегендіктен мақсатына жетуі оңай болды. Орыс тілінен аударған Талғат Өтепов. Оқыған Оңғар Құрал.